Қазақстан Республикасының азаматтары үшін кірісті декларациясына өзгертулер енгізілді. 1995 жылдан бастап мемлекеттен тысқары шетел банктерінде есеп шоттарында қаражаттары бар азаматтар жеке кіріс салығы бойынша декларация көрсетуге міндетті болатын. Мұндай тәртіп жылына бір рет 31 наурызға дейін жүргізіліп отырды. Бас маман Жұлдыз Әбеева 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық заңнамасына енгізілген өзгертулерге тоқталды. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық заңнамасына сәйкес меншік құқығында жылжымайтын мүлігі, бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде жарғылық капиталына қатысу үлесі бар резиденттер, Қазақстан Республикасының азаматтары жеке табыс салығы бойынша 2018 жылдың 31 наурызына дейін есеп беруге міндетті. Жеке табыс салығы бойынша декларацияда аталған мәліметтерді көрсетпеген жеке тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес 250 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынып жауапкершілікке тартылады. Мамандардың сөзінше, декларация тапсырмаған қазақстандықтарға 250 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынатын болады. Бұл дегеніміз 570 мың теңге. Татьяна Величкина, Менслу Асылхан, Раймик Бегужаев, Первый Северный.